Армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан, Алашарландар қозғалысынан. Мына үндеуімді қазақ халқына, билік басында ағаларымызға, мына діни жағында жүрген иман аға бауырларымызға жолдағым келіп отыр. Мына жақында жаңалықтардан қарап отырмын, ол жерде көрсетіп жатыр, мына бізге Қытайдан шошқа етін, сиырдың еті деп әкеп осында біздің Қазақстан базарларына сатып жатыр деп. Енді өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, біріншіден мұсылманбыз, мұсылмандарға шошқаның етін жеу деген ол харам болып есептеледі. Енді дәлелдеп те жатыр адам денесіне зиян екенінде. Ол бір, екіншіден ол Қытайда тез өсу үшін неше түрлі химикаттар қосады екен. Сонан кейін шошқа етін, сиыр етін жасау үшін оған да химикаттар қосады. Сонда бүткіл химикат толған етті әкеп бізге сатып жатыр. Оны министрліктерден адамдар шығып айтып жатыр, біз оны тексеретін ешқандай неміз жоқ дейді. Сонда не үшін отырсыздар, құрметті ағалар? Сонда біз не жеп жатқанымызды, не ішіп жатқанымызды бір Құдай біледі. Ешқандай тексеріс жоқ. Қытайдың жаңағы қолдан жасалған жұмыртқасында әкеп сатып жатыр деп, оны да ашық айтып отырсыздар жаңалықтардан. Сонда не істеп отырсыздар, қайда қарап отырсыздар? Онда егер де бізде Қазақстанда ондай тексеретін лаборатория болмаса, онда шетелден жалдайық, халық өзі жалдасын, өзіміз тексерейік, егер де қолдарыңыздан келмесе. Мына діни басқармасындағы ағаларымызға, имам ағаларымызға, бауырларымызға айтқым келеді. Осындайда неге бас қосып, осындайда неге мынандай мәселені көтеріп шешпейсіздер? Бұл енді дін жолында жүрсіздер, өздеріңіз білесіздер енді. Әңгімені айтқан кезде керемет деп майын ағызып тұрып айтасыздар. Енді мына жағдайды біле тұра неге үндемей отырсыздар? Сіздерді қашан көреміз? Халықтың мәселесін шешіп айғайлап жүрген сіздерді қашан көреміз? Сол енді мына егер де жалпы алып қарайтын болсақ, мына енді қазіргі кезде қазақта енді біз ата салт дәстүріміз бойынша біздің етімізде, құртымызда, майымызда, сүт қымызымызда өте адамның денесіне пайдалы нәрселер. Көбін айтарым, енді сол өзіміздің өндірістікті қолдап, өзіміздің өндірістігімізді, жаңағы өзіміздің құрт май, сүтімізді ішейік. Енді сүттің өзінде қазір айтып жатыр, порошоктан, Қытайдың порошогынан жасап жатыр дейді барлық сүттерді. Одан кейін мына энергетический напитоктар, дизелар, дизи болсын, басқа да энергетический напитоктардың бәрін кезінде естігенім, ол енді Вьетнам соғысы кезінде Американың ғалымдары ойлап тапқан, адамның жаңағы энергиясын көтеріп, рух береді, күш береді деп сөйтіп Американың солдаттарына бесплатно жаңағы тегін беріп, көптеп, ең соңында көбір ауру болып, үлкен ауруға шалдыққаннан кейін оны дереу тоқтатқан. Қазір кезде адам санын азайту үшін осы мына Совет өкіметіне неше түрлі осындай энергетический напитоктар көбейіп кетті. Өз басым оны кезінде 2-3 банкадан күніне ішкем. Сөйтіп жүрегім ауыра бастады, басқа да жерлерім ауыра бастағаннан кейін дереу тоқтаттым. Енді Кеңсайға жаңа адамдар желеген кезде барып, жаңағы жер қазатын жігіттермен сөйлескен кезде олар айтып отыр, қазір өте көп жас балалар қайтыс болып отқан, жаңағы жүректен кетіп жатыр дейді. Сонда мына қазіргі энергетический напитоктардың көбі жүрекке өте зиян. Сосын мына өт қабын жеп жібереді дейді. Сөйтіп өт ішке жайылып, жаңа адамдар уланып, неше түрлі сондай аурудан өледі екен. Оны енді неше түрлі ғалымдар да, докторлар да дәлелдеп, неше түрлі интернетте көрсеңіздер болады. Сол үшін енді құрметті қазағым айтатын, денсаулық Құдайдан бір ақ береді, оны ертең күн сатып ала алмаймыз. Сол үшін денсаулығымызға жақсылап қарайық.
Мына қазіргі кезде магазиндердің бәрі неше түрлі толы, неше түрлі заттармен, мына чипсы дейміз, басқа да заттар бар, оның бәрі адамға өте зиян нәрселер. Соны енді балаларымызға бермеуге тырысайық. Басқа да мына қазір кола дейміз, кола да өте зиян адамға. Соны да азырақ ішейік. Денсаулықты қазірден бастап ойлайық, бауырлар. Өзіміздің де, балаларымыздың да не ішіп жатыр, не жеп жатыр. Қазір енді қазақтың бәрі қарыз, қазақтың бәрі ақшаң жетіспегеннен кейін бәріміз арзан затқа тырысамыз. Магазин болсын, қай жерге барсақ та жаңа арзан затқа бағасына қарап аламыз. Оның ішінде қандай қоспадан, срогын да қарамаймыз. Ашығын айтсақ, біз сол бағасына қарап ала береміз. Оның ішінде неше түрлі адамзатқа зиянды нәрселер өте көп. Пальмовый масло дейді, басқа да өте көп нәрселер бар. Соның бәрін біз қарамай, оқымай алып жей береміз, іше береміз. Әйтеуір бір күндік қарнымыз тойдырсақ болды, соны ғана ойлаймыз. Соны құрметті қазағым айтатыным, не ішіп жатырмыз, не жеп жатырмыз, соны жақсылап мұқият қарайық. Денсаулық бізге керек. Ертең жас өткен сайын бәрінің денсаулық сыр берген кезде сол кезде түсінеміз. Балаларымызға да қарайық, не ішіп, не жеп жатырмыз. Жаңа дін жақтағы бауырларымызға мына мәселені қолға алыңыздар. Жоғары жақтағы биліктегі ағаларымызға айтатыным, сондай госструктура табыңыздар, лаборатория ашыңыздар. Қазақстанға не кіріп жатыр, не жеп жатырмыз, соның бәрін бақылап, соның бәрін бізге көрсетіп, қазаққа зиян нәрсенің бәрін Қазақстанға кіргізбейтіндей жасаңыздар. Халық айтатын, халық арасынан мықты сондай мамандар болса, лаборанттар болса, не болса, халықтық бақылауды күшейтіп, өзіміз тексерейік. Сондай лабораторияға да ашылса, халық өзіміз соны қаржылап, қазір базарлардың өзіміз жүрейік, тексерейік, не ішіп, не жеп жатқанымызды. Егер де адамзатқа зиянды нәрсе болса, оны бүткіл чаттарға, YouTube каналдарға таратып, сол затты таможнядан кіргізбеуге ықпал жасайық. Рахмет, бауырлар.